бүгінгі күнге дейін осы мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында көше жарықтандырудың 6 кезеңі іске асып отыр. Қазіргі уақытта сол 6-шы кезең бойынша 24-25 жылдарға жалпы Атырау қаласында 457 көшені жарықтандыру жоспарланып, бүгінгі күні барлық 457 көшенің құрылысы аяқталып, қазіргі уақытта 310 көшенің жарығы іске қосылды. Қазір қалған 147 көшенің жарығын іске қосу бойынша құжаттар әзірленіп, тиісті жұмыстар жүргізілуде. Енді алдағы уақытта да бұл жұмыстар осымен тоқтамайды. Осы мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 7-ші кезең жоспарда бар. Ол 7-ші кезең бойынша 300-ге жуық қаладағы көшені жарықтандыру жоспарланып отыр. Бұл жұмыстар бойынша қазіргі уақытта мемлекеттік жекешелік әріптестік келісім шарт жасау жұмыстары жүргізілуде.